жеміс-жидектерден дайындалатын, сливкисіз, желатинсіз жасалынатын десерттің рецептімен бөлісемін. Видеоға түсірмес бұрын мен барлық жемістерімді жуып, турап дайындап қойған болатынмын. Киви, банан, алма, алмұртты турап, барлығын бір ыдысқа салып араластырдым. Қаласаңыздар, грек жаңғағы мен мейізді қоссаңыздар болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ыдыстарға теңдей етіп бөліп саламын. Келесі енді таза ыдысымызға сүзбелі массамызды саламыз. Менде көп қонақ келетін болғандықтан мен екеуін пайдаландым. Сіздер біреуін пайдалансаңыздар болады. Енді үстіне сгущенканы құямын. Енді осыны бір текті масса болғанша жақсылап араластырамын. Келесі үстіне қаймақты салып араластырамын. Осындай бір текті масса пайда болады. Енді оны жеміс-жидектер туралған ыдысымызға құйып шығатын боламын. Қалауыңызша сәндеп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде бұл десерт барлығына ұнайтын болады.